Әлемнің кей елдерінде бізге өте күлкілі көрінетін, бірақ ол жақта шын мәнінде заңмен бекітілген ережелер бар. Сіздермен алдында топ 10 елдің ережесімен бөліскен болатынмын. Қазір видеода тағы да басқа елдердің заңдарымен бөлісетін боламын. Мысалы, кей елдерде есекпен жүруге болмайды, бір елдерде сағыз шайнауға мүлдем тыйым салынған. Ең қызықты ақпараттарды осы менің каналымнан біле аласыздар. Ең бірінші каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең бірінші Сингапур. Сағыз шайнауға тыйым салынған. Бұл елде қоғамдық жерде сағыз шайнау заңмен тыйым салынған. Тіпті әкелсеңіз айыппұл төлейсіз. Себебі билік көшелердің тазалығын осылай сақтайды. Екінші, Жапония. Артық салмақ заңмен реттеледі. Метово лап деп аталады. Беліңіздің өлшемі нормадан асса, жұмыс беруші де жауап береді. Швейцария. Бір ғана теңіз шошқасын ұстауға болмайды. Себебі олар әлеуметтік жануар. Жеке қалса, жалғыздықтан зардап шегеді деп есептейді. Одан кейін бізде Канада. 10 центтен көп тиынмен төлеуге болмайды. Дүкенде ұсақ тиынмен көп төлем жасасаңыз, қабылдамауға толық құқылы. Одан кейін бізде Дания. Біреуді есің дұрыс емес деп атау заңмен тыйым. Бұл елде адамның абыройын қорғау заңмен қатал қорғалған. Бізде келесі Италия. Кей қалаларда құмырсқаларды өлтіруге болмайды. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында осындай заң қабылданған. Ал біздің елді ойлап көріңізші. Одан кейін бізде Сауд Арабиясы. Түнгі уақытта музыка қоюға болмайды. Кей аймақтарда қоғамдық тыныштық заңмен реттеледі. Австралия. Бір күні ғана роза гүлін киюге болады. Кей штаттарда ұлттық мереке кезінде ғана рұқсат етіледі. Бізде Кореяда бар екен. Емтихан кезінде ұшақ ұшпайды. Себебі мектеп түлектері ұлттық емтихан тапсырады, ал шу оларды алаңдатпауы керек. Өте қызықты ақпараттар. Бізде келесі Грекия. Тарихи жерлерге биік өкшелі аяқ киіммен кіруге тыйым. Себебі тастарға зиян келтіреді. Туристерге бұл заңды бұзған үшін айыппұл салынады екен. Ал ақш Аризона штаты. Есіктің алдында кактус сындырсаң, түрмеге түсесің. Бұл өсімдік мемлекет қорғауында. Себебі ол сирек кездеседі және экожүйе үшін маңызды екен. Бізде келесі ел Ұлыбритания. Парламентке сауыт киіп кіруге болмайды. Ежелгі заң әлі күшін жоймаған, тіпті шын сауыт киіп кірсең заң бұзың деп саналады екен. Индонезия. Елде ашулануға болмайды. Кей аймақтарда қоғамдық жерде айқайлау, ашулану заңмен тыйым. Бұл елде тыныштық пен сыпайылық мәдениет болып саналады. Мына заңды бізге енгізуге қалай қарайсыздар? Бізде келесі Германия. Автобанда бензин таусылса, айыппұл. Қауіпсіздік ережесін өзің бұздың деп есептеледі. Сондықтан жолға шықпас бұрын бензиннің толық болуы міндетті. Одан кейін бізде Кения. Ер адамдар үйден шығар алдында әйелімен келісуі керек. Бұл ескі дәстүрден қалған заң. Бірақ әлі күшінде. Әйел рұқсат бермесе, ері айыппұл төлейді. Бізде Иран. Ер адамдар шаш үлгісін заңмен реттейді. Мемлекет кей стильдерде моральға қарсы деп таниды. Сондықтан шаш үлгісіне дейін арнайы тізім бекітілген екен. Бізде келесі Таиланд. Қоғамдық жерде жалаңаш күйде үй жинауға болмайды. Бұл заң қоғамдық әдепке қарсы деп есептелінеді. Тағы да бір Кореяда заң бар екен. Егер мысық иесін тістесе, сотқа жүгінуге болады екен. Бұл елде жануардың иесі толық жауап береді. Тіпті жануардың ісі сотта қаралады екен. Әр елдің өзі заңы бар. Кейде күлкілі, кейде оғаш көрінеді. Бірақ сол заңдар олардың мәдениетінің бір бөлігі. Сізге қай заң ең таңғаларлық болды? Маған Кенияда ер адамдар үйден шығар алдында әйелімен келісуі керек деген тақырып өте қатты ұнап қалды. Ал сізге ше? Комментарийға жаза отырыңыз.